Елес шабандозы бұл Marvel комикстерінде пайда болған бірнеше кейіпкерлерге берілген атау. Бастапқыда түнгі шабандоз деп аталды. Кейіннен Елес шабандозы болып өзгертілді. Бүгінгі санымызда отпен өртенген Елес шабандозына арнаймын. Картер Слейд, Елес атты адам. Техастық рейнджер Картер Слейдте жынға жанын берген. Картер Слейд 150 жыл бұрын жабайы батыста Техастың табиғат қорғаушысы болған. Алайда қателіктің салдарынан өлім жазасына кесілді. Тірі қалудың жолын тауып, Картер Мефистомен келісімшарт байласып, өз жанын сатып, ұзақ өмір сүретін бақытты аңшыға айналып, жер тепсінген алау оты жалындаған тұлпарымен бірге жер асты әлемінің иесі үшін жанын жинаушы болады. Слейдтің өз айтқандай, ол Мефисто қызметіне жер бетінде тұрып жатқан күнәһарлардың рухын тозаққа жіберу ниетімен барған. Мефисто Картерге кек алу рухының күшін сыйлады. Бұл оған Елес шабандозының формасын және көптеген табиғаттан тыс қабілеттерді береді. Картердің ұзақ өмір сүріп келген жасы 180 жастан асады. Оның баяу қартаюы жоғарылап, қарапайым адамның бейнесінде күн кешеді. Ең танымал Елес шабандозы Джонни Блейз есімді байкер. Ол әкесінің өмірін сақтап қалу үшін Мефистоға жанын сатты. Оның жаны Заратоспен байланысып күштерін пайдалану кезінде Джонни жалынап тұрған бас сүйек қаңқасына айналады. Бала кезінде Джонни мотоциклдерден қорқатын, бірақ қорқынышын жеңе білді және әкесінің арқасында үздік мото шабандоз болды. Бартон қайтыс болғаннан кейін Джонниді әйелі Мона Симпсон және қызы Роксана екеуіне үйде бірге тұруға рұқсат береді. Симпсон Блейздің өз шоуының жаңа жұлдызы болады деп үміттеніп, Джонниді мотоцикл трюктерін үйретуді жалғастырып, үздік каскадер болады. Даниэль Кетч, Наоми Келл мен Бартон Блейздің кенже ұлы. Бала кезінен үлкен әпкесі Барбарамен бірге Фрэнсис Кетч есімді әйелге тастап кетті. Дэн өзінің ата-анасы туралы ештеңе білмейді. Жасөспірім кезінде мотоциклдерге қызығып, достарымен көп уақыт өткізетін. Бандиттік топтары Даниэльдің әпкесіне шабуыл жасағаннан кейін Кетч мотоциклмен мистикалық байланыс жасап, кек алу рухы жанын өртеді. Бұл рух бір кездері Блейздің де, Кетчтің де атасы болған тақуалық кейінінде бойынан табылды. Дэннидің әпкесі қылмыстық топтың шабуылына ұшырайды. Қансырап жатқан әпкесін алып, көлік қоқысына қарай жүгіреді. Ол жерде біртүрлі мотоциклді көріп ойланбастан от алдыруға тырысады. Осы уақытта оның рухы денесін көк түсі отқа орап, Елес шабандозына айналдырады. Дэн әпкесін ауруханаға апарады, бірақ алған жарақатымен жан сақтау бөліміне түседі. Дэн Барбараның алдында зұлымдардың оған жасаған істері үшін кек алуға ант береді. Робби Рейс көлік жөндеу шеберханасында жұмыс істейді. Лос-Анджелестегі жасөспірім Элидің кек алу рухына ие болды. Көше жарыстардың бірінде оған шабуыл жасалып, жол апатына тап болады. Есін жимай жан тапсыруға сәл қалғанда Елес шабандозы Роббидің жанына келіп, санасына жылу беріп өмірге екінші рет келеді. Бұл жолы ешкімді аяусыз көзін жоюды қолға алып, өзін өлтірмек болғандардан кек қайтарады. Атап айтқанда Робби Dodge Charger 1969 көлігін жанып тұрған көлікке айналдырады. Алехандро Джонс көне дәуірден бері Джонниде тұрған Заратустың рухы бар. Оның тарихы Блейздің тарихының қисынды жалғасы. Сондықтан біз қыздың тарихын Келдер отбасының тарихымен байланыстырамыз. Демоникалық өзгеріс. Бәріміз білеміз, кез келген сәтте Джонни Блейз қуатты жынға айналады. Бұл уақытта қаңқадан басқасының бәрі күлге айналады. Елеске айналудың өз орны бар. Мысалы, ашулану жағдайында, немесе жақын жерде кінәсіз адамның қаны төгіліп жатса, жынның өздігінен басқаруға ғажап емес. Адамнан тыс төзімділік. Елес шабандозы кез келген физикалық зақымға қарсы тұра алады. Кек алу рухы экстремалды температурада, жоғарғы және төмен қысымы бар жерлерде, су астында және ғарыш кеңістігінде өзін жайлы сезінеді. Оған Елес шабандозы түрінде оттегі қажет емес. От, электроэнергиясы, уланудың барлық түрлері оған ешқандай зиян келтіре алмайды.
Шабандоздың денесі тек қаңқадан тұрады, сондықтан қарумен оқ жаудырудың қажеті шамалы. Жалынның арқасында атылған оқтардың көбісі оған жетпей еріп балқып кетеді. Жазалау көрінісі Или шабандоздың басты қаруы. Егер жазалау рухы жауға жақын болса, онда жазалау көрінісін қолдана алады. Жынның көзіне қарап, залым оның бүкіл өмірінде басқа адамдарға тигізген қорлықтарды қатты қорқынышпен сезінеді. Бірақ бұл қуаттың көптеген шектеулері бар. Көзқарас есірткіні қолданатын адамдарға, жаны жоқ жанға және екі көзден көп немесе одан аз адамдарға әсер етпейді. Шабандоз қарсыластың көзімен тікелей байланыста болмаса, онда бұл әдістің пайдасы жоқ. Мысалы, Даниэль Кетч комикстік кездесуде Веномға жазалау әдісін қолдануға тырысқанымен, симбиоттың қожайыны екінші көз ретінде қызмет етіп тұрғанын ұмытып кетеді. Мотоцикл Или шабандоздың негізгі жол серігі. Мотоциклдан бастап автомобиль, жүк көліктері, пойыз немесе ұшақ сияқты кез келген транспортты өртеп басқаруға қабілетті. Тіпті комикстерде жануарлардың арасында Шоба мырза білді отты көлік ретінде пайдаланған. От формасы мотоцикл мистикалық табиғаттың жалынына оранып, телепатикалық бақылаудың арқасында мотоцикл қожайынның ақыл ойына бағынады. Рух мотоциклді шақырса, қай жерде болмасын, өз қожайынын тауып алады. Максималды жылдамдығы сағатына 804 км жүре алатын жоғары беріктігі бар мотоциклді зақымдау мүмкін емес. Жерүсті көлігі кез келген бетке, мысалы суда да, ауада да еркін жүреді. Шабандоздың үйлердің қабырғасына тік бетке жабысалады. Режиссер Стивен Джонсонды шабыттандырған комикс кейіпкерін екі фильмде де Оскар және Алтын глобусты бір жылда жеңіп алған актер Николас Кейдж сомдап шықты. Эва Менс, Сэм Эллиот, Дональд Лок, Идрис Альба, Джонни Витворд, Уэс Бентли және Питер Фонда фильм ленталарында ойнады. Сыншылардың жағымсыз пікірлеріне қарамастан таспалар көпшіліктің көңілінен шықты. Алғашқы фильм 2007 жылы шыққан. Кино жұмыстары, сценарийді түзету, бюджетті қайта есептеу, визуалды эффектілердің қажеттілігі сияқты үлкен толқуларымен байланысты. Бастапқыда Или шабандоздың бейнесін Джонни Деппке ұсынды. Отты бейнесінен өзін көргісі келген Николас Кейдж бұл жұмысқа қызығушылық танытып, жындарды кадрға ендіруге мүмкіндік берді. Бастапқы бюджет $75 миллион құрады. Түсірілімнің басталуы 2000 жылға жоспарланған болатын. Бірақ режиссер Стивен Норрингтон жобаның басталуын бірнеше рет кейінге шегеріп, 2002 жылы Columbia Pictures фильм құқық иесі болуға тырысты. Стивен Джонсон картинаны басқарды. Ол сценариймен танысып, оны қайта өңдеуді ұйғарып, түсірілім 2004 жылға қалдырылып, 2005 жылдың қыс мезгілінде басталды. Екі фильмде де әсерлі қақтығыс көріністеріне толы. Актердің қосқан үлесінің арқасында екі таспада қорқынышты емес, өте керемет шықты. 2013 жылы фильмді бейімдеу құқығы Sony Pictures'тан Marvel студиясына оралды. Компания басшылығы алдағы жылдары жаңадан фильм шығару жоспарлары болған жоқ. 2016 жылдың шілдесінде Или шабандоздың Marvel кино әлемінде пайда болатыны және Қалқан агенттер сериясының 4-ші маусымында дебют болатыны белгілі болды. Актер Габриэл Луна Қалқан агенттер сериясындағы Робби Рейстің рөлін сомдады. Сонымен достар, Или шабандозына арналған видеомыз өз мәресіне жетті. Әлі де айтылмай кеткен фактілер көп. Мүмкін қызық болып тұрса, жалғастырамын.